Ассаламу алейкум құрметтелі көрермендер. Бүгінгі хабарымызда карантин кезеңінде Аралас оқыту жүйесінде жұмыс істеп жатқан киелі білім ордасы Махатма Ганди атындағы номер 92-ші мамандандырылған лицей жайында айтпақпыз. Сіздермен білім шырақ. Алматы қаласы білім басқармасына қарасты Махатма Ганди атындағы 92-ші мамандандырылған лицейде оқу үрдісі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес жүргізіледі. Оқу мекемесінің бейіндік бағыты жаратылыстану бағыты. Лицей физика, математика, информатика, биология, химия пәндерін тереңдетіп оқытады. Кез келген ел өзінің болашағын өскелең ұрпағымен байланыстырады. Осы орайда келешек ұрпаққа білім беру бұл ел болашағы үшін жауапты екені бәрімізге мәлім. Еліміздегі болып жатқан төтенше жағдайларға байланысты қашықтықтан оқытуды жалғастырып, талапты орындап жатырмыз. Біздің лицей қашықтан оқытуды жүзеге асыру мақсатында оқушылар мен мұғалімдер үшін тиімді деп тапқан Teams платформасымен жұмыс істейді. Бұл платформа ата-аналармен тығыз байланысты, оқушылармен тығыз байланысты құрайды. Лицей әкімшілігі қашықтық оқыту жағдайында балаларды тәрбиелеу мәселесінде лицей бала ата-ана қарым-қатынасы мен өзара ықпалдасуына қатысты психологиялық педагогикалық қолдау бойынша барлық толғандыратын мәселелерде ата-аналарға пәрменді көмек көрсету мақсатында әр сенбіде директорлық сенбі ата-ана үні онлайн кездесуін өткізіп, пікір алмасып, ортақ мәселелерді талқылап отырмыз. Сонымен қатар ұстаздарымыз стандарттық білім мазмұнымен ғана шектеліп қалған жоқ. Пән сабақтарының ғылыми мазмұнын жүйелеп, талдап, зерттеу жүргізіп, өзіндік ой тұжырым жасайтын, шығармашылық дамуына негіз болатын инновациялық әдістерді қолданады. 92-ші мамандандырған лицей ұжымында білікті де білімді 80 мұғалім қызмет етуде. Лицей түлектерінің бір қатары алтын белгі, ерекше үлгідегі үздік аттестат иегері атанып, жыл сайын түлектердің 95%-ы мемлекеттік гранттарды иеленуде. Біздің лицейіміздің шәкірттері алыс және жақын шет елдердің әйгілі жоғары оқу орындарында дәріс алып, біліктіліктерін жетілдіруде. Мектеп оқушылары өздерінің білімдерінің арқасында аймақтық, желілік олимпиадалармен қатар республикалық, халықаралық олимпиадаларға, ғылыми жобаларға қатысып, жүлделі орындарға ие болуда. Лицей қабырғасында 8 докторант, 26 магистрант, 11 педагог зерттеуші, 2 шебер мұғалім жұмыс жасайды. Осы мұғалімдеріміз еліміздің болашағы, жасөспірімдер мен балалардың болашағы үшін сапалы білім, саналы тәрбие беруде, үзбей тынбай қызмет етуде. 2010-2011 оқу жылынан бастап 36 оқушы алтын белгі белгісін кеудесіне мақтанышпен тақса, 41 оқушы үздік аттестат иегері атанды. Үстіміздегі оқу жылында 14 оқушы алтын белгі белгісіне, 7 оқушы үздік аттестатқа үміткер атанып отыр. Қазіргі таңда мектебімізде 837 оқушы дәріс алады. 5-6 сыныптарда лицей оқушылары жаратылыстану математикалық бағытында оқитын болса, 7 сыныптан бастап оқушылар химия, биология, физика, ғарыш, ақпараттық технологиялық бағытында дәріс алады. Тәжірибелі ұстаздардан мобильді топ, деңгейлі курс бітірген ұстаздардан сыншы топ құрылып, мұғалімдер үшін семинар мен онлайн курстар, вебинарлар, видео сабақтар, презентациялар ұйымдастырылып, тәжірибе алмасу жұмыстарын жүргізеді. Сонымен қатар мұғалімдердің өзара кәсіби даму үшін әртүрлі онлайн кәсіби конкурстар, семинарлар, кеңестер, тренингтер ұйымдастырып, нәтижесінде аудан, қала көлемінде жарыстарға қатысып, жүлделі орын алып жатқан ұстаздарымызда баршылық. Осындай жұмыстарды нәтижесінде түрлі қашықтықтан жүргізілетін пәндік олимпиадалар, конкурстар, түрлі бағыттағы сайыстарға қатысып, аудандық, қалалық, республикалық байқауларда топ жарып, жүлделі орындарда иеленіп жүрген оқушыларымызда баршылық. Лицейімізге аты берілген Үндістан ұлт азаттық қозғалысының қайраткері Махатма Ганди атындағы музейді аудан, қала оқушыларына таныстыру мақсатында виртуалды саяхат онлайн семинарлар өткізіліп
тұрады. Бұл музейдегі экспонаттар Махатма Гандидің өмірінен, күрес жолдарынан және күрес әдістерінен сыр шертеді. Махатма Ганди Үндістанның тәуелсіздігі үшін күрескен және күрестің жаңа әдісін сатьяграха, күш қолданбай қарсыласу деп аталатын жаңа әдісін дүниеге әкелген әлемдік тұлға. Махатма Гандидің өмірі мен идеясын біздің оқушыларымыз өнеге тұтады. Моханнас Карамчанд Ганди Үндістан ұлт азаттық қозғалысының қайраткері. 1869 жылы ол Парбандар атты князьдігіне дүниеге келеді. Ол сол Гуджарат штатында білім алады. Содан кейін ол 1887 жылы Лондонға аттанады. Ол жақта ол құқық бойынша білім алады. 1891 жылы ол Үндістанға оралады. 1893 жылы өз отандастар мүддесін қорғау үшін Оңтүстік Африкаға аттанады. Ганди Оңтүстік Африкада бейбіт жолмен қарсыласудың тактикасы мен теориясын ойлап табады. Оны сатьяграха деп атайды. Лицей жаратылыстану бағытында болғандықтан тереңдетіліп оқытылатын пәндер бағытында шығармашылық орталықтар бар. Үнді елшілігінің қолдауымен жыл сайын Ганди шахмат турнирі өтіп отырады. Биыл 2021 жылы 11 рет өткізу жоспарланып отыр. Радиопеленгация түрі, радиосәуле шығару көзіне бағытты анықтау, радиопеленгациялардың көмегімен жүзеге асырылады. Радиопеленгация сабақтарда оқушыларға радиотехникадан білімдерін кеңейтуге, радиотолқындардың таралуын картаны оқуға үлкен септігін тигізіп отырады. Ульяна Николай 7, Галина Василий Иван, Ульяна Николай 7, Галина Василий Иван, для всех на приеме. В радиоспорте, в своем, как говорится, увлечении, здоровье. Робототехникадан әр оқушының жетістігі, жобалы жұмыстар көңіл қуантады. Биылғы жылы қашықтан оқыту кезінде робототехника мен 3D графика бағыты бойынша бірнеше жобалар қолға алынып, жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ұстаздарымен бірігіп, халқымыздың ғасырлар бойы дамып қалыптасқан әдет-ғұрыптар мен салт дәстүрлерін негізге ала отырып, олардың мәдени, ғылыми байланыстарын дәріптейтін архитектуралық жоба жүзеге асырылып жатыр. Қазіргі кезде біз Түркістанға іс-сапармен барып, Қожа Ахмет Яссауи кесенесін, Арыстанбаб кесенесін, Қара Шашана, Ибрахим Ата кесенелерін 3D моделін жасадық. Жақында арнайы телестудия оқу кабинеті жабдықталды. Келесі оқу жылында лицей базасында оқу анимациялық мектеп студиясында қызығушы оқушылар анимациялық фильм жасаулардың барлық кезеңдерінен өтеді деген сенімдеміз. Конструкторлық бюро базасында оқушылар қосымша стартап жобаларында іске асыруға мүмкіндіктері бар. Міне осыған оқушылар өздерінің арман, қиял, мақсаттарын 3D графикада жобалап, үлгісін жасап, оны басқарып, соңына дайын өнім күйінде жеткізуге дейін жүйелі білім, білік дағдыларын үйрене алады. Дегенмен, қашықтықтан оқытуда ұтымды тұстары кездесіп жатыр. Мұғалімде оқушыда ақпараттық технология мен коммуникация құралдарын білім алу негізінде жұмыс жасап, тереңірек игеруде. Мектеп қабырғасындағы сабақ кестесінде емес, тәуелділік жоқ. Сабақ барысындағыдай 40 минутта сабақты аяқтап тастамаймыз. Тәулік бойынша интернет желілері арқылы оқушылармен байланысып отырамыз. Қалай болса да мектепте оқушылармен бетпе-бет отырып, дәстүрлі сабақ өткенімізге жетпейтіні белгілі. Бәрі де уақытша екенін білеміз. Ендеше қашықтан оқыту да уақытша. Мәңгілік елдің ұрпағы біздің болашағымыз. Бүгінгі бағдарламада қазақ біліміне қызмет істеп жатқан тағы да бір киелі білім ордасы Махатма Ганди атындағы номер 92 мамандандырылған лицейінде қонақта болды. Алаштың ардақты ұстаздары жасай берсін. Білім шырақтың келесі санында жүздескенше ағайын.